Жеңілмейтін махаббат. Салтанат Найхан. Кайф хана. Арман адам баласын алға жетелейтін алып күш. Алматы шаһарына ат басын тіреген сан студенттің жалыны алып қаланы қартайтқан емес. Уақыт өткен сайын діңі майланып, оқу өнердің ошағына айналып үлгерген. Алматы бәріне де үлгерді. Бірді мазаты бүрледі, бірді арбап албастық айналдырды. Қазақстан атын нән қара дәудің астананы бұл Алматы. Әлемді жайлаған жаңалық, қоқыс, лас әрі тамаша талғажақ тамашалар осында шоғырланады. Жастықтың жанары студенттік шақ. Алып асқазанда сасып іріп пішіру бір басқа. Айға ұмтылып Алматыны мойындату тіпті басқа дүние. Сәлем, бүгін ақшам жоқ, тегін қызмет қарызға қалтасын ақтарып, стипендиядан берем. Өз үйіне келген әдетімен әйеліне шай құй дегендей сөйлей шешініп жатыр. Арбиған сүйектері азғындаған денені тастап кете алмай, айғайлап тұрғандай сыртқа тебеді. Арық етсіз денеге қабақ қарын өте ерсі көрініс сыйлайды екен. Бұл солардың қарны. Бізді өкшесі жез адамдар дейсіңдер. Сонда сендер кім боласыңдар? Алтын адам ба? Әлгі жұмысын бастамас бұрын сұрақ қойды. Қанжар, бұлар да ойлайды екен деп ойсыз күлді. Қасында теріс қарап отырған жалаңаш денеге қадала қарап, біз еркек деген боламыз деп керіле сөйледі. Сені ойбайлатып жүрген менің еркектігім емес пе? Қаншық іші түк жымысқа түр көрсетті. Еркекпін дейсің бе? Еркек. Ұзақ ойланып барып шұбартып сөйлей бастады. Ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүргендер. Сен өзіңді еркекпін дейсің. Менің ағамда еркек болғаны ғой. Қарындасын осы жерге ертіп келгені үшін. Оның айтуынша кім ақша көп тапса сол адам. Сенің айтуыңа сенсек еркек. Ақшаны қайтып қалай табу маңызды емес. Әкем мен анам өлгенде ағам өзімен қоса мені де өлтірген екен. Өлгенге өлі балық содан бері тек өлексе, жегенің де ішкенің де. Оқуға түсе алмаған ағатайым ақылы оқуға өзімен қоса мені де түсірген. Түстік. Ағаң қайда қазір? Деп Қанжар ананың сөзін бөлді. Ол сен, я сен сияқты студент. Ең ұлы оқу орнында оқиды, шетелде. Мен ақшасын салып отырам. Өз оқуымды да түгелімен өзім төлеймін. Басқаша ақша табуға болмай ма не? Деп Қанжар шалбарын киіп қыздың қасына отырды. Әлгі сайқал күліп, бұл ең қолайлы жұмыс. Уақытың да көп кетпейді, табысы да мол. Енді сендер еркектер көпсіңдер ғой, өте көп. Сабақ оқуға да басқа тірліктеріме де уақыт табылады. Қанжар терең ыңырсып, сенің басқа да тірліктерің бар деп ойламаппын, мүлдем. Таңдана үрпиген басын изеді. Әрине бар. Осы төсекте күні-түні жатар деймісің? Достарым бар, Нақсүйерім де күтіп жүр. Нақсүйер, сенің? Деп Қанжар отырған орнында шалқасынан түсіп. Сенің осы түріңмен тұрмысқа шықпақ ойың бар ма? Кімге жар боласың сен? Айтшы, кімге? Даусы күйгелектеп шапшып барып басылды. Саған не болды? Мен үшін отқа түсер анандай. Есексің сен. Ал менің сүйгенім шынымен еркек. Ауылда қой бағады, шаруашылығы бар, қара терімен табыс табады. Алғаш кеткенде қайтып оралам деп уәде бергем. Осы жаз кетем сол батырма. Жатырма соның баласын салғым келеді. Сен неге қалың жез өкшесі барлардан мені таңдадың, а? Деп Трасурер маркалы темекісін алып алтын түсті шақпағымен тұтатты. Қанжар ойлануды үйрене бастағандай басын қасып, бір нүктеден көзін алмай, қалың кайф сатушылардың ішінде сен ғана қазақ болып шықтың. Дені дұрыстау, тілін айтам. Мен көргендердің ішінде. Қалғаны қанша көп болса да, қазақша сөйлеу жұмысына кедергі сияқты. Ана тілін буып алған. Тілің түзу болған соң қанға тартпай тұра алмадым, және қарызға да бересің. Сенгендік қой. Айтпақшы, клиентің көп пе? Саған қазақтар ғана келетін шығар.
деп оқыс атып тұрып қыздың қымбат темекісінен алып шекті. Иә, көбі қазақ. Бұрын естуімше бұл кәсіпке қазақтардың қыры болмаған көрінеді. Қазір тәуелсіз елде тәуелсіз қозғалыс үйреніпті бәрі. Қаусаған сары тісті шалдар да құр қалып жатқан жоқ. Келіп тұрады. Қызым қанша еді ана тұлпарыңа міну деп сайланып келерін қайтерсің. Кемпірі, әйелі бері келе сендер сияқты еркектер. Қызы сүйгені бола тұра осында тұра жүгіреді. Түсінбейтініміз неге жаман біз болуымыз керек? Еркектер ұрғашыларын ұлағатты қылып өсірсе қайда қалыпты? Кім еді ана атаң қазақ айтатын? Алып анадан туатын заман бұл. Заманды әйел жасамайды, ерлері қалайды. Тек сендер сияқтылардан басқа. Қазірше әйел әлемге үстемдік ете бастады. Ердің қолынан қаруы түссе қатын құтырады. Әлгі кекете сөйлеп өз сұрағына өз жауап берді. Сен тым білгіш екенсің, тегін адам. Тойыс жезөкше емессің ау. Рас айтам, кейіне бастап. Бүгін неге кеңірдегіңе өксік кептеліп, келешек туралы ойлай қалдың айтшы. Тағы бір темекі алып тұтатты. Білгір, сендердің еркектіктеріңді білу үшін аса білгірліктің қажеті шамалы. Мен сияқтылардың бәрі солай ойлайды. Басында шайна миы жоқ қатыннан қорқпа, дәл сол еркектен қорқ. Біз күнәнің үстінде туылғанбыз. Күнәнің үстінде өмір сүрсең, әрине көкірегің тұталып қалған. Уақыт алға жылжыған сайын адамдар біз кері жылжимыз. Жақсылықтан жамандыққа, жамандықтан жамандыққа тағы өте терең. Күллі адамзат шыға алмастай шыңырауға құлап кеткен. Жеңілгеннің артынан жеңгендер ерген емес, жеңілгендер. Сен еркек болып жарытпайсың, бас айтқанды әкеде. Мен ана болып жарытпаспын, барлық қазіргі аналардай тек өзім үшін ғана бала сүйем. Сонда да бұл өмірге ғашықпын, мен өмір сүргім келеді. Даусы қанжарға аяныш шақырды. Білгіш жезөкшенің көзін өмірі таңбас тербетіліп, қатқан жас торлады. Бір тамшы ақпады. Қатқан жүректен қатқан жас шығады. Ақылды жүрекке бағындыру мыңда бір адамның қолынан келер іс. Көз жасы бұндайлардың емес. Бүгінгі көңілімнің жоқтығына келсек, көзін білегімен сүртіп, сен кінәлісің, деп шүңірейген жігіт жанарына жалт қарады да баяу басын бұрып әкетті. Мен бе кінәлі? Қанжар ашулана бастаған. Отырған жеріңде бауыздап кетсем ешкім іздемес сені деген өткір ойына тұмшалана берді. Я сен, себебі мен көрген ақымақтардың ішіндегі ең ессізі сенен сан есе ақылды болып шықты. Ертең сенен де керек еткен біреу келетінін ойласам, Алматыдағы ақсүйектердің бірі екеніме көзім жете түсердей. Деп жалаң күйі келесі бөлмеге кетіп қалды. Қанжар жымысқы ойының ұшына жете алмай дал болды. Аз уақыттан соң қолына су толы стақан алып әлгі кіріп, мә, мынаны іш, менімен дауласам деп тамағын кеуіп қалған болар, деп кену әрекетін аяқтап бола берген жігітке ұсынды. Екеуі төсекке қайта жайғаса бере лыбас сөзін жалғады. Менің өлгенімне ойланып көрші, деп кайф сатушы су ішіп отырған Қанжарға бірінші рет шынайы қарады. Қанжар су толы стақанды төңкере беріп, қабағын шытып басын шайқады. Әлгі келемежбен өткір күлкі үйіріп. Өлгенімді айтсам, болмысым бақилық болған, қазақтығым. Кейде шала жансар болса да қалдым екен деп ойлайным. Қалғаны бәз баяға қалпы. Ойлана алам, өмір сүре білем. Осылай күллі адамзаттың қатарына қосылдым. Ұлтқа бөлінбеймін. Бөлінейін десем де қолымнан келмейді. Еркін өмір, азаттық. Ұлты жоқ құрама мемлекеттер таптар осындайдан басталса керек. Менікі уақытша болар деп үміттенем, ертең тұрмысқа шығам. Қазақтарды дүниеге әкеле алмайтыныма уақыт өткен сайын көзім анық жетіп келеді. Әкесі қазақ, ауылдағы қара қазақ, анасы мен әйел, кентавр. Қалаға келмей тұрып бар әлем қара жамылған аспан болса,
қазақ елі сол түнектегі әппақ әй секілді елестейді. Қазір сол ақ сәуленің арайы тым аз қалған сияқты. Сөйлеген сөзі жыбырлап ақырын аяқталды. У жұтқандай ұнжырғасы түсіп кеткен. Қанжар әлгі сөйлей бастағаннан бірнеше тал темекі шегіп үлгерген. Сары аязда жалаңаш қалғандай тізесін құшақтап ырғақтап зеңіп отыр. Ол әлгіден де биік ойлы азамат болатын. Бұл қазақ тілі бар ұлтсызға алып келген де сол ойдың жетегі. Қанша өкшесі жезге айналғандар ажал құшты қанжардан. Әрі қайсына үшінші келгенде өлім алып келетін. Терін шығарып тулап шыңғыртып шөлі қанған соң жай ғана бауыздай салады. Болды. Қалың кайф іздеушілердің қайсысы деп біледі ел. Бір сайқалдың күші мың сайтанның күшінен көбірек. Қанжардың ұраны қанша жерден ессіз атанса да, отан жауы деп келген жең етектердің өлтіру кәсібін таңдаған болатын. Енді келіп мынаның әңгімесі. Өлсін өлмесін екі ойының арасында қысылып қалған қара басы қақ айылардай болып әлі меңіреу. Әлгі қазақ тілді тәнін саудалаған жігітке икемделіп ие берді. Қандай ұстамды деген домалақ басты пенденің пердесі желп етпей тұра алмас. Тыжалаңаш тән жігіттің үстіне арта бастады. Қанжар салқын денесіне ыстық мастық кіре бастағанда бір шешімге келгендей. Сен өлер алдыңда қандай сөз айтар ең деп қызды аунатып астына басты. Әрі қалжақ шын өтірігі белгісіз асау деммен жігіт бетін шарпып. Сен мені әйел ретінде алар мен, дәл осы қалыбымда. Соңғыла сұрағыма қоса тынысын ішіне тартып үнсіз қалды. Екеуі де от алым уақыт өшкендей. Қанжар мықтап ашуланды. Шамына тиген жел құйын ойнатты. Ырғып тұрған бойы қарымды алақанмен салып жіберді. Сен қазақ екенсің әлі. Қатын болғың келеді. Бол ендеше күйеуің өзі бауыздасын. Менің ең үлкен қателігім болсын, сені кешірдім. Қазақ болғаның үшін. Шашырлы сөйлеп қағаз толы папкасын алды да әлгінің сасық сөзінің біріне мән бермей кайфханадан атып шықты. Енді маған қайтып келмейсің деген даусын құлағы шалды. Қанжар екі аяғының басына қарап келе жатып, ақылды күнә жасамағаннан емес, күнәһарлардан сұрау керек. Олар ақылы көп, қауқары жоқ. Қоғамға келер апаттың дабыл белгісі. Дабыл соғылды. Енді әркім білгенінше шешім қабылдасын. Ойға оранып келе жатқан сыншыл жігіт кенеттен азғананы біріп жол жиегіне құлап түсті. Іші от. Күйдіріп барады. Өмір деген жан айғайы тұншыға шығып жан тапсырды. Өмір. Қанжар кайф сатушының сусынға у қосып өзінен бұрын түбіне жіткенін білген жоқ.